Достар, осындай әдемі тойбастардың жасалу жолын қазір видеода көрсететін боламын. Және бұл менің тегін шаблондар каналыма шаблонын салып қойдым. Ол үшін менің YouTube каналыма жазылыңыздар. YouTube'қа Айсұлу Арыспай деп іздесеңіздер шығады. Міне, бұл бізде шаблон түрі. Қазір ең бірінші бізге қажетті программа бұл Pinterest. Pinterest'тің поискына банбанерки шаблоны десеңіздер, міне бірінші шығады, үшбұрышты. Соның ішіне кіріп, скачать деп өзіңізге сақтап аласыз. Содан кейін поискқа портреты девочек десеңіздер, неше түрлі әдемі қыздардың фотолары шығады. Міне сырға салуға осы фон келетін сияқты көрінді. Содан кейін қайтадан розовый блеск фон десеңіздер, осындай неше түрлі блесктер шығады. Оны да сақтап аласыздар. Содан кейін енді барлығы розовый болғасын, енді розовый цветы деп жазасыздар. Сол кезде бізде рамка да шығады, плюс бізде осындай гүлдер де шығады. Барлығын сақтап алдық. Содан кейін бізге қажетті Magic Eraser дейтін программа. Бұл барлығы App Store'да, Play Market'те барлығы тұр. Міне, біз жан-жағын өшіріп алдық. Одан кейін осы тойбастарды ішін өшіріп аламыз. Мына рамканың сыртын өшіреміз. Magic Eraser бұл PNG формат қылып береді бізге. Яғни артындағы ақ фондарды алып тастайды. Міне барлығын жасап алдық. Содан кейін Studio дейтін приложениеге кіреміз. Және ең бірінші біз тойбастарға арналған осы үшбұрыш шаблонды қоямыз. Содан кейін ақ фонды артына жібереміз. Оның барлығы менің YouTube каналымда приложениемен жұмыс дегенде бар. Қайсысын бассаң қалай өзгереді деген сияқты соның барлығы көрсетілген. Мен сіздерге қазір тезірек көрсетіп шығам. Қалай әсемдегенімді осы шаблонда. Міне осы блескті осылай қойып аламыз. Бұның өзі кішкене деталь болса да әдемі вид беріп тұрады шаблонға. Міне бұл бізде гүл. Гүлді төбесіне қоямыз, содан кейін рамкалары қойып шығамыз. Сонымен бізде дайын. Мен қазір ссылкасын тастап кетемін, жаңа приложениемен жұмыс дегеннің. Міне бізде дайын.